Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің жаңадан өтетін 9-шы сабағымыз молекулалардың қозғалысы, диффузия, дене температурасының молекулаларының жылдамдығына тәуелділігі. Өткен сабақта естеріңізде болса, біз Броун қозғалыс жайлы айтып кеткен болатынбыз. Сол сабақты түсініктіру үшін тағы да бір рет қайталап өтемін. 1827 жылы ағылшын ғалымы Роберт Браун мынандай бір тәжірибе жасап көрген. Ол өсімдік тозаңшаларының сұйықтағы қозғалысын микроскоп арқылы бақылаған. Сол кезде микроскоп арқылы бақылаған кезде ол мынандай бір құбылысты ашты. Алдағы видеодан көріп отырсыздар, мына бір суретте қызыл домалақпен берілген бұл өсімдік тозаңшалары. Ал көк майда домалақшалармен берілген бұл су молекулалары. Бірақ та айта кететін жағдай, Браун су молекулаларын көре алған жоқ. Өйткені су молекулаларын көру үшін арнайы электрондық микроскоптар қажет болды. Браун зерттеу жүргізген кезде әлі электрондық микроскоптар ойлап табылмаған еді. Сол себепті Браун тек қана өсімдік тозаңшаларын көруге ғана мүмкіндігі болды. Дегенмен ол олардың қозғалысын бақылаған кезде олардың қозғалысы ретсіз болды. Олардың қозғалысын үнемі бейберекет ретсіз болу себебі, видеода көріп отырған болсаңыздар, мына жердегі су молекулалары, олардың бағыттары үнемі ретсіз бейберекет қозғалысты. Олар тозаңшаларды соққылайды. Егер біз өсімдік тозаңшаларының жүрген жолының сызбасын сызатын болсақ, яғни траекториясын, мына бір суреттегі сызбаны алатын едік. Бұл сызбадан көріп отырсыздар, олардың қозғалысының бағыты ретсіз және бейберекет. Тағы да өсімдік спорлар үздіксіз қозғалыста болады. Бұл құбылыстың барлығын Браун ашқан. Сол себепті қозғалысты Браун қозғалыс деп атаймыз. Сонымен қатар біз күнделікті өмірде бір заттың молекулаларының екінші заттың молекулаларымен араласатын құбылысын байқаймыз. Мысал үшін бір мынандай мысал қарастырайық. Алдарыңызда көріп отырғандарыңыз, ыдыстағы суға марганец ерітіндісін саламыз. Марганец ерітіндісін біз орысша марганцовка деп айтып үйреніп қалғанбыз. Марганец ерітіндісін салған кезде марганец молекулалар су молекулаларымен араласа бастайды. Біраз уақыт өткеннен кейін ыдыстағы судың барлығы қызыл түске боялады. Видеода қарап отырғандарыңыз, қызыл нүктелер ол марганец молекулалары, көк нүктелер су молекулалары. Белгілі бір уақыттан кейін марганец молекулалары судың бойымен толықтай таралады. Ал мына бір видеода марганец ерітіндісінің молекулалары мен судың молекулаларының байланысын жылдамдастыру үшін біз арнайы таяқшамен диффузия құбылысының жылдамдатуға мүмкіндік алып отырмыз. Яғни арнайы таяқшамен оларды араластырған кезде молекулалармен бір-бірімен араласу құбылысы жылдамырақ жүреді. Біз мұндай құбылысты, яғни бір заттың молекулаларының екінші заттың молекулаларының аралығындағы бос орындарға өтіп таралуын диффузия деп атаймыз. Диффузия тек қана сұйық заттарда емес, газдарда және қатты денелерде де болады. Газдарда диффузия өте тез таралады. Мысал үшін, егер біз бөлмені қараңғылап, бір тесіктен жарық түсіретін болсақ, яғни бір сәуле түсіретін болсақ, сол жарықтың бойында шаңдар ауа молекулаларымен бейберекет байланысқа түсіп жатқанын көреміз. Яғни олардың бейберекет қозғалысын байқаймыз. Әрине біз көріп отырған шаңдар ол ауа молекулалары емес, ол тек қана бөлмедегі тозаңдар ғана, біз ауа молекулаларын көзбен көре алмаймыз. Бірақ та ол ауа молекулаларымен соқтығысуының әсерінен бейберекет ретсіз қозғалыста болады. Сол себепті ауа молекулаларында болып отыратын диффузия құбылысы, яғни газдардағы диффузия құбылысы өте жылдам жүреді. Тағы да бір басқа мысалды қарастыратын болсақ, қатты денелерге. Алтын мен мыстан жасалған пластиналардың бір-біріне беттестіріп қоятын болсақ, және үстіне бір қандай да бір қысым күшімен басып отыратын болсақ, белгілі бір уақыттан кейін, мысалы 5 жылдан кейін, олардың арақасындағы молекулалар бір-бірімен қатынасқа түсіп, екеуі бір-бірінің арасындағы бос орындарға еніп кетеді. Яғни, мыс және алтын молекулалары бір-бірімен араласып кетеді. Сондағы пайда болған қабаттың қалыңдығы 1 миллиметрге тең. Бұдан қорытынды шығаруға болады, қатты денелерде диффузия құбылысы өте баяу жүреді. Диффузия құбылысынан мынандай бір қорытынды шығаруға болады. Денелерді құрайтын бөлшектер бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасады және үздіксіз қозғалыста болады. Дене көлемінің үлкен бөлігін бос кеңістік алып жатыр.
Тіпті бір тұтас атомның да аса үлкен бөлігі бос кеңістік болып жатыр. Ондай бос кеңістіктің көлемін көз алдымызға елестету үшін мынандай мысал келтірейік. Мысалы, бізде алда қарап отырған суретте ядроның ішінде протон мен нейтрон орналасқан. Осы ядроны шие көлемінде қылып үлкейтетін болсақ, онда ядроны айналып жүрген электрон орналасқан орбитасы үлкен стадион көлеміндей болатын еді. Сонда атомның көп бөлігін осыдан да аңғаруға болады, бос кеңістік алып жатыр. Олай айтуымыз себебі, атомның көп массасы ядрода орналасқан. Ал ядроның кішілігі сондай, ол атомның сызықтық өлшеміне тек қана 1 пикометрге тең. Яғни 1 метрді триллионға бөлгенге тең шамаға тең. Немесе оның -12 метр деп айтамыз. Ал атомдағы электрондардың өлшемі бұдан 2000 еседей кіші. Оны нақтылап айтатын болсақ, 0,5 көбейткен 10-ның -15 дәрежесі метр. Немесе 0,5 фемтометрге тең. Ендеше, бір тұтас атомның орасан мол бөлігі бос кеңістік екенін осы жерден аңғаруға болады. Ал денелерді қыздырған кезде диффузия құбылысы жылдамырақ жүреді. Оны түсінікті болу үшін мынандай бір видео қарастырайық. Видеода көріп отырғандарыңыздай, екі түрлі газ молекулалары бір белгілі бір ыдысқа бөлініп салынған. Егер олардың ортасындағы тосқауылды алып тастайтын болсақ, газ молекулалары бір-бірімен араласа бастайды. Яғни диффузия құбылысы пайда болады. Ал егер де ол сол газ молекулаларын белгілі бір жылу беріп қыздыратын болсақ, ондағы молекулалардың жылдамдығы арта бастайды. Сөйтіп, заттардың құрамындағы бөлшектердің жылдамдығы олардың жылулық күйіне байланысты өзгеріп отыратынын аңғарамыз. Заттың жылулық күйін сипаттау үшін біз температура деген ұғым енгіземіз. Ауаның жылынуы мен салқындауы, мұздың еруі, судың буға айналуы, металдардың балқуы, осылардың барлығы дене күйінің өзгерістерін білдіреді. Дененің немесе заттың жылулық тепе-теңдік күйін сипаттайтын физикалық шама температура деп аталады. Денелердің температурасын әртүрлі термометрлер көмегімен өлшей аламыз. Олардың қарапайым түрлерін мектеп зертханасында күнделікті қолданып үйренетін боласыздар. Температураны өлшегенде Цельсий, Кельвин және Фаренгейт шкалалары қолданылады. Температураның өлшем бірлігін градус деп атайды. Денелердің температурасын тұрмыста Цельсий шкаласымен көрсетілген градуспен өрнектейміз. Ал ғылыми зерттеулерде көбінесе Кельвин шкаласы пайдаланылады. Мұздың еру температурасы Цельсий шкаласында 0 градус Цельсий деп алынады. Кельвин шкаласындағы 0 градус абсолют 0 градус деп аталады. Кельвин шкаласындағы абсолют 0 Цельсий шкаласы бойынша -273,15 градусқа тең. Кельвин және Цельсий шкалаларымен өрнектелген температурада арасындағы байланыс былай анықталады. Яғни, Цельсийді Кельвинге айналдыру үшін мынандай бір мысал келтірейік. Мысалы, 15 градус Цельсийді Кельвинге айналдырайық. Ол үшін 15-ке қосамыз 273,15. Яғни бізде шығады 288,15 Кельвин. Бұны жуықтап 288 Кельвин деп аламыз. Абсолют 0-ге жақындағанда барлық газдар қатты күйге ауыса бастайды. Себебі, мұндай өте төмен температурада газ молекулалары жылдамдығын шексіз баяулатады. Будың суға, одан мұзға айналатыны сияқты, газдар да өте төмен температурада сұйық күйге, одан қатты күйге ауыса алады. Жалпы қорыта айтқанда, денелердің температурасы олардың құрамына кіретін молекулалардың қозғалыс жылдамдығына байланысты өзгереді. Мысалы, қант пен тұз суық суға қарағанда ыстық суда тезірек ериді. Оның себебі ыстық судың молекулалары салқын судың молекуласына қарағанда жылдамырақ қозғалады. Сөйтіп қант бөлшектері ыстық су молекулаларына жиі соқтығысып, тездетіп еріп кетеді. Тәжірибе нәтижелерін былайша тұжырымдауға болады. Дене молекулаларының қозғалыс жылдамдығы неғұрлым үлкен болса, оның температурасы да соғұрлым жоғары болады. Дене температурасы төмендеген сайын молекулалар мен атомдардың қозғалысы баяулай береді.
бірақ абсолют нөлге жету мүмкін емес.